Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қымыздың пайдасы, қымыздың емдік қасиеттері туралы айтатын боламын. Сауса сусын, жесе тамақ, мінсе көлік болған жылқы малының адам өмірі үшін пайдасы орасан. Сондай-ақ ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз қымыздың да адам денсаулығына берер пайдасы өте көп. Қымыз түркі және моңғол көшпелі халықтарының бірнеше мыңжылдықтан бері пайдаланып келе жатқан сусыны. Қымыздың жақсы болуы ыдысына, ашытылуына, ұсталу бабына байланысты болады. Қымыздың шипалық емдік қасиеттері өте зор. Қымызды тек қазақтар ғана ішпейді. Қымызды көршілес қырғыз, түркілес, татар, башқұрт елдері де емдік сипатта тұтынады. Қымызды ет жегеннен кейін ауыр асты қорыту үшін ішкен. Көктем, жаз айларында бие сауу маусымы басталады. Биенің сүтін де кез келген ыдысқа саууға болмайды. Ежелде бабаларымыз биенің сүтін көне яки ағаштан жасалған шелекке сауған. Қазіргі кезде биені қолмен де арнайы машинамен де сауып жүр. Қымыздың құрамында С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Қымыздың құрамында әйелдерді безеуліктен, ерлерді белсіздіктен сақтайтын ферменттер бар. Қымыз қуаттандырады, құрт ауруларының алдын алады. Саумал қымызды ем ретінде буын ауруларына ішсе тіпті пайдалы. Жаңа босанған келіннің сүтін молайтып, нәрлі етеді. Тұрақты түрде қымыз ішкен адамның иммунитеті көтеріледі. Жылқы сусыны қымыз жай ғана сусын түрі емес, емдеу мақсатында қолданылатын өнім. Қазіргінің тілімен айтсақ, бұрынғының энергетик сусыны. Сондықтан да ауруға ем, сауға қуат болған ұлттық сусынымыздың қадіріне жете білейік. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.